Navbat әйелдің арманы не? Ішпен жату. Ет бетінен жату, я? Ет бетінен жату, приз! Мінекей, Бәрекелді. ГАИ қандай машинаны тоқтатпайды? Келіңіз. Билеп шығыңыз. Бәрекелді, ГАИ қандай машина тоқтатпайды? Стиральный машина тоқтатпайды. Приз! Мінекей, приз келесі адам денесіндегі қысы жаза әппақ болатын не нәрсе? Адам денесінде еттіңіз, билеп шығыңыз кәнеке, билеп шығыңыз. Қысы жазы әппақ болады. Не нәрсе? Қайызға. Приз. Қайызға, приз арасы. Келесі сұрақ. Алматыда қанша монша бар? Алматыда қанша монша бар? Қандай? Екеу билеп шығамыз кәнеке. Қанша монша бар? 2 монша бар. Мужской, женский. Мужской и женский. Приз. Келесі сұрақ. Жел соққанда тауық бола ма? Жел соққанда тауық бола ма? Билеп шығыңыз. Жел соққанда тауық бола ма? Тауық болады, е? Жел соқпайды ма? Жел соқпай қалады ғой. Приз, студию! Келесі сұрақ. Теңізде қандай тас болмайды? Билеп шығыңыз. Тас болмайды? Құрғақ тас болмайды. Приз! Келесі қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Жоқ, қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Билеп шығыңыз. Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Су болады. Приз, студию. Келесі сұрақ. Әлемдегі ең үлкен қазан. Қай қазан емес? Билеп шығыңыз. Әлемдегі ең үлкен қазан адамның асқазаны. Приз. Ана біз бала күнімізде ертегі бар еді, сізде қазір бар ма екен білмеймін. Мына әже бауырсақ пісіреді, сол бауырсақты сыртқа шығады да ауласына терезенің алдына қояды. Сосын бауырсақ былай домалап келіп қашып кетеді. Енді сұрақ. Әже бауырсақ пісірген, сыртқа шығып терезенің алдына қойған. Бауырсақ қаш
ашпаған әже қандай әдіс қолданды? Терезенің жоқ, ол бауырсақ сыртта болса, терезенің алдында. Екінші бауырсақ деген жоқ. Әже қандай әдіс қолданды? Бауырсақты пісіріп, терезенің алдына қойса, бауырсақ қандай? Терезе емес, терезенің алдында тұр ғой, далада сыртта. Іш болып қалды? Бауырсақ үйіп іш болады. Қандай әже қандай әдіс қолданды? Бауырсаққа қалай пісірді оны? Ал? Билеп шығамыз дәреке! Бауырсақты қалай пісірді? Төрт бұрышты пісірген қашалмайды ғой. Пресс студио. Келесі сұрақ. Құлақ не үшін керек? Құлақ не үшін керек? Есту үшін ба? Үс емес. Құлақ ал! Билеп шығыңыз, қызым. Әшки табу үшін, өте орында. Бәрекелді, принц. Ең кішкентай құс. Калибри. Мадаға беріші. Ой, маса емес пе? Маса құс емес пе? Маса емес пе? Калибри называется. Самая маленькая птица — это калибри. Так, приз на мадаға. Приз беріңізші. Тамаша, жер стойды. Келесі сұрақ. Баяғы біздің совет үкіметін адамымыз біз. Біздің кезімізде зоология деген сабақ болды. Зоологиядан жақсы оқығандар білесіздер ғой енді. Бұл кәдімгі таза сұрақ. Ең үлкен құс. Как называется самая большая птица? Зоологиядан құрсын. Әлі сіздердің білімдері жетпейді оған. Зоология ғой, зоология. Самұрық дейді, дұрыс емес. Страус дұрыс емес. Дұрыс емес. Осы кезде интернетті ашып өтеді, шығатын кезет момент. Интернет деген қазір 10 секундта шығып olur. Так, білмейсіздер. Жақ дұрыс емес. Жақ дұрыс емес. Машинаның